Балқаш аудандағы қалталы кәсіпкерлер туған жерді түлетуге айрықша атсалысып келеді. Мәселен, өңірдегі күріш өсірумен айналысатын шаруашылықтардың бірі ауыл ішіндегі жолдар мен ескі ғимараттарды қайта қалпына келтіріп, бірқатар спорт нысандары мен демалыс саябағын салуға көмектесті. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асып жатқан бұл жобадан жағдайы бар азаматтар қалыс қалмауы тиіс дейді меценат. Мен осы ауылда тұрғаныма қазір 40 жыл болады. Кішкентай кезімнен, оқып бітірген кезімнен келдім осы ауылға. Мен соғыдан бері осы ауылда қызмет істеп келе жатырмын. Ауылына қарап азаматын таниды. Осы ауылда басшылықта отырғаннан кейін ауылдың жақсы болуы, ауылдың көркейіп тұруы сол өзіңе жақсы, өзіңе байланысты. Күріш өсірумен айналысатын агрофирма жетекшісі Әбдіжаппар Қыстаубаев күнделікті жұмысын осылай ауылда аралап, жергілікті тұрғындармен жүздесуден бастайды. Ол басқаратын кәсіпорын өткен жылы ескі ғимаратты күрделі жөндеуден өткізді. Онда бірқатар мекемелер орналасқан. Ауыл балалары да қайта қалпына келтірілген ғимараттағы спорттық үйірмелерге қатысып, шынығып жүр. Мұнда жаңа спорт залы да салынды. Көрші жанымызда борцовский залдарымыз бар. Ауылымыздың жағдайы жақсы. Балаларымыз спортсмен, ауданымыздың облыстың деңгейіне шығып жатыр. Кешкісін осында допқа келедік. Бірлік ауылының халқы тату-тәтті тұрады. Түрлі мерекелерді де дүркіретіп атап өтеді. Ал ауылда абаттандыру жұмыстарына бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, жұмыла кіріседі. Ауызбіршіліктің арқасында жаңа саябақ салып, ауыл ішінен дәмхана да тұрғызды. Ауылдың қарттары менен аналарымызға үлкен көмек жасауда. Өйткені оларға уақытында жем шөбін беріп отырады. Содан кейін мына қарттар күнінде әр азаматтардың барлығына жаңағы ауылдың өз өнімінен шығып жатқан күріш дем беріледі. Ауыл азаматтарына жаңа шөппенен көмектеседі. Әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға, оның ішіндегі аз қамтылған отбасылар, көп балалы отбасылары бар ғой бізде. Сондай отбасылармен жылда келісілген дүние, сол кісілердің балаларын мектепке келу жағына оларға арнайы көмек жасап отырады. Жылына 2 рет мектепке келер кезде, сосын қыс ортасында олардың қыстық аяқ киімдеріне, қыстық сырт киімдеріне, енді басқа жағынан да әкімшілік тарапынан да ол отбасыларға отын көміріне де көмектесіп жатады. Балқаш ауданындағы бұл шаруашылық күріш өсіріп, оны өңдеумен ғана айналыспайды. Жақында асыл тұқымды мал шаруашылығын құру жұмыстарын қолға алды. Адамдың арманы таусылмайды ғой. Ауылға мақсат, биыл бір мақсатымыз жаңағы үлкен стадион салсақ па деп жатырмыз. Енді мини футболдық, сол үлкен футболдық парк жасақ па деп ойлағанбыз. Жылда бірден кейін жасай беру керек қой. Болашақта агрофирма жанынан мал бордақылау кешені құрылады. Сол арқылы тағы да жаңа жұмыс орындары ашылады. Ардақ Айбарлы, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан.